Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте нәзік, дәмі керемет молочная девочка тортын дайындаймыз. Ең бірінші жұмыртқа, жұмсақ сары май және бір құты сгущенканы бір келкі болғанша миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Онымен қопсытқышты араластырып, електен өткізіп, сұйық массамызбен бір келкі тесто шыққанша миксермен шайқаймыз. Қамырымыз дайын болған соң қағазымызды сызып дайындап аламыз. Менде 22 диаметрлік 7 қағаз дайындадым. Әр пергамент қағазына шамамен 3 ас қасық қамыр салып түзу етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 5 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Ал енді кремін дайындаймыз. Сүзбелі ірімшік пен електен өткізілген қант ұнтағын бір келкі болғанша миксермен шайқаймыз. Үстіне салқын кілегейімізді құйып, қою өз формасын ұстайтын крем шыққанша араластырып аламыз. Кілегейіміздің салқын және 33%-тен жоғары болуы, ыдысымыздың құрғақ болуы маңызды. Крем осылай қою болып шығуы керек. Ал енді пісіп шыққан суыған корждарымызды формаға салып жинайтын боламыз. Ең алдымен астына кішкене крем жағып аламыз. Әр коржға шамамен 4 ас қасық крем жағып шығамыз. Кремді жағып болған соң формадан босатып, тегістеп шығамыз. Тортты әрлеу өз фантазияңызға қарай. Мен осылай вафельный крошкамен бетіне сеуіп шықтым. Дайын болған тортымызды бір түнге тоңазытқышқа қалдырамыз. Тортымыз дайын болды. Маған жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.